Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге бар жоғы бір ғана жұмыртқадан дайындалатын кекстің рецебін ұсынамын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды жарып аламыз және де бір кесе алып, соң қантымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз венчикпен. Одан кейін дәл сондай кесе мөлшерімен сүт құямыз. Сүт бізде жылы температура болуы керек. Жақсылап тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан дәл тура сондай кеседе бірдей мөлшерде сұйық майымыз құюымыз қажет. Жақсылап тағы да барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін осы бір өлшенген кесені толтырып біз 2 дана кесе ұн салатын боламыз. Міндетті түрде кесені толтырып салыңыздар, өйткені ұнымыздың салмағы жеңіл болғандықтан біз ұнымызды толтыруымыз қажет. Енді осында бірінші кесені салып араластырып аламыз. Кейін екінші кесеге біз разрыхлительді салып, ұнымызды тағы да сүт арқылы өткізіп аламыз. Өткізіп болғаннан кейін жақсылап тұрып барлығын ішінде түйіршіктер қалмайтындай етіп араластыруымыз қажет. Жақсылап тұрып араластырып және массасы дәл осындай болу қажет. Енді осыны мен алдын ала формаларымды аздап майлап шықтым барлығын. Және осылай міне дайын болған қамырымызды құйып шығамыз. Тым қатты бетін толтырып жемеңіздер, өйткені қамырдың өзі онсыда көтерілгендіктен тым қатты көп құюға болмайды. Менде міне осындай барлық формалар құйып шықтым. Менде осы берілген мөлшерден 15 дана осындай кекс шықты. Енді осыны қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша 30-40 минут пісіріп аламыз. Міне кекстеріміз дайын. Өте керемет жұмсақ болып шықты. Дәмі ерекше. Қараңыздар, өте жұмсақ, ортасын барлығы піскен. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер және арнама тіркелуді, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.